Далаға шығу хаттамасы. Коронавирусқа қарсы іс-әрекеттер. Далаға шығар алдында сізге және көмекшілеріңізге жеңі ұзын киім, күрте, плащ, пиджак тағы басқасын киіп алу керек. Шаштарыңызды жинап, бас киім киіңіздер. Өйткені коронавирус инфекциясы шашта ұзақ сақталады. Вирус металда ұзақ өмір сүретіндіктен сақина, сырға, білезікті тақпаған жөн. Қолғабыңыз бір реттік немесе матадан тігілген бар болса, міндетті түрде киіп алыңыз. Сізге де көмекшіңізге де далаға шығар алдында бетперде немесе оның орнын алмастыратын мата тағып алу керек. Өзіңізбен бірге бір реттік майлықтарды алып жүріңіз. Оны қолыңызбен әлденен ұстағанда қол сүртуге пайдаланыңыз. Жөтелген немесе түшкірген кезде аузыңызды майлықпен бүркемелеңіз, немесе шынтағыңызбен бүркемелеңіз. Алақанға немесе ауаға түшкіруге, жөтелуге де болмайды. Қолданылған бір реттік майлықтарды қақпағы жабық тұрған қоқыс жәшігіне умаждап тастаңыз. Кез келген нәрсені, көмекші құралдарды, мүгедек арбасын, балдақтарды, жүруге арналған құралды, зағиптар таяғын пайдаланғаннан кейін қолыңызды жуыңыз, немесе санитайзермен, гельмен, немесе 65% жоғары концентрациясы бар спиртті ерітіндісімен зарарсыздандырыңыз. Қолма-қол ақша төлемеуге тырысыңыз, немесе содан кейін қолыңызды жақсылап зарарсыздандырыңыз. Ешқашан бетіңізді жуылмаған қолыңызбен ұстамаңыз. Адамдармен, сорт аудармашымен сөйлескен кезде 2 метр арақашықтықты сақтаңыз. Коронавирусты бірге тоқтатайық.